Бір жігіттер бар, осында тұрады, айтады: мына дүниеден шаршаймын дейді, сөйтіп рахат іздеп демалыс іздеймін дейді. Қайдан табасыз сол демалысты десем, казиноға барып, бір 10-15 мың долларды жаратып, рахаттанып демалып қайтам дейді. Әдемі демалыс екен. Білесіз ба, 1,5 мың долларға умраға барсаңыз, ондай демалыс таппайсыз дедім. Сөйтсем, 1,5 мың доллар ма дейді. Не деген қымбат ол дейді. Ойласаңыз, ол кісі жай демалысына ондай ақша жаратпайтын сияқты. Бір күні айтып жүріп, сол кісі умраға барды. Барып келгеннен кейін сұрайым ғой, қалай болды десем, бұл демалыстың жанында курортың болсын, басқаң болсын, жай екен ғой дейді. Не деген рухани байлық дейді. Бауырлар, Алланың зікірі, Алланың ғибадатынан үлкен демалыс жоқ. Бауырлар, адам өзі сүйген нәрсесіне жаратқан ақшасының құнын білмейді. Соны айтқым кеп тұр мен. Ол 100 мың жарата ма, 1 миллион, 2 миллион жарата ма, рахат алса содан, оның құнын сезбейді.